Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін балаларға арналған тәтті шырша дайындайтын боламыз. Ол үшін жеміс-жидектің кез келген түрін алсаңыз болады. Менде банан, мандарин, киви және де анар. Мандариннің үлкен сортын алсаңыз, шыршаның формасын жақсы ұстайтын болады. Йогурт пен балды жақсылап араластырамыз. Енді кезекпе-кезек мандарин мен бананды салып, ортасына йогурт салмасын салып, шыршамызды құрастырамыз. Ең соңында шыршаны киевимен толықтырып, анар түйіршіктерімен безендіріп, үстіне кунжут дәндерін себеміз. Осымен біздің тәтті шыршамыз дайын. Тәтті шыршаны балаларыңыздың сүйікті асына айналдырыңыз. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.